Сәлем достар. Бүгін чебуреки дайындайтын боламыз. Өте қарапайым, тез жасалынатын, құрамдары өте оңай. Оған ұн, жылы су, 2 қасық сұйық май, сосын жарты қасық тұз қажет қамырына. Енді бастаймыз. Бірінші ұнымызға тұзды стақанға жылы суға салып аламыз. Оны араластырып әбден ерігенше былғаймыз. Сосын оған 2 ас қасық сұйық май құямыз. Әбден араластырып бәрін ергенше былғап, ұнымызға құйып, қамыр илейміз. Әбден араластырып, ұнымызды електен өткен ұн, соны аз-аздан құйып, араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды басып илеп, иі қанғанша жұмсақ қамыр иледік. Енді бұны құрамдары дайын болғанша жарты сағатқа салапанға орап демалдырып қоямыз. Енді құрамын дайындаймыз. Құрамына уақтап туралған жуа, фаршпен осыларды араластырып, үстіне тұз салып, әбден қасықпен араластырамыз. Әбден қамыр илеп болғаннан кейін қамырымызды басып, бөліктерге бөліп аламыз. Сосын оны дөңгелентіп дайындап қоямыз да чебурекидің қамырын илейміз. Енді фаршымызды салып, шетіне чебурекиімізді әбден жабыстырып шығамыз. Басып, жан-жағын бәрін басып, ашылып кетпес үшін басып шығамыз. Осылай чебурекиіміздің бәрін дайындап аламыз. Міне чебурекиіміз де дайын болып қалды. Маған қолдау білдіріп, подписация етіп, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.